Махамбекова Раяна Жаңақала жалпы орта білім беретін мектебінің 6-шы А сынып оқушысымын. Мені таңдаған жобамның тақырыбы Тастөбе шайқасы. Тастөбе шайқасына арналған ескерткішті таңдаған себебім бұл жерде Исатай мен Махамбет батырларымыз жерімізді қорғаған. Және бұл біздің тарихымызды дәріптейді. Жаңақала ауданында бұл ескерткіш 2013 жылы 18 қарашада орнатылған. Негізгі болған оқиғасы 1833 жылы 15 қарашада. Және де бұл Исатай Махамбет бастаған Бөкей ордасындағы шаруалардың ең ірі көтерілістерінің бірі болып саналады. Өткен орны Нарынқұмындағы Тастөбе жері, қазіргі таңда Батыс Қазақстан облысы Жаңақала ауданы. Ағылмай Шөреков, Исатай Махамбет. Болмаған жанның таласы, атына таңыз олардың, барлық қазақ баласы, айып етпей білгендер. Сөзінің болса шаласы, арғатан, беріш, бәсейір, жайық наурыз тілеуке, айтуда солай шамасы, қайым қылып заманның, хандардың бұзған қамалын, ұранға шыққан ағатай, бірге туған есіркеп, аруақты бабасы. Сәлеметсіз ағай, өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Мен Жаңақала ауданының, осы Жаңақала ауылының байырғы тұрғынымын. Осы жерде туып өскен адаммын, осы ауданда. Енді атым Тыныстап, фамилиясы Өтешқайып. Паспортта солай жазылады, ол уақытта біз соған уақыттарда кездерде. Енді осы жерде әкімшілік, шаруашылық, қоғамда жұмыстардың барлығын мен істедім. Тарихқа да мен мамандығым тарихшы болмағанмен өлкетану қызметіне белсене қатынасқан адамдардың, ден қойып қатынасқан адамдардың бірімін. Мына көптеген елді мекендер, 250 жыл болған елді мекендерден Жаңақала ауданының тарихын жаңартуға біздер 10 адам үлес қоссақ, оның біреуі менмін. Енді қазір өлкетану жасым жеңеткенмін қазір. Тастөбе шайқасына арналған ескерткіш не себепті Жаңақалаға қойылды? Тастөбе бұл енді бірнеше рет қазақ тарихында 400 жыл бойы қазақ хандығының күштілігін әлсіретуге жұмыстаған экспансиялық жоғарыдағы елдердің, көн елдердің қысымшылығының астында болып, жаңағыдай бірнеше азаттықты, тәуелсіздікті, егемендікті, ақиқат пен шындықты аңсаған, еркін тұруға, табиғатты еркін пайдалануға, өзінің еркін білдіруге әрине ата-бабаларымыз күресте жүрген. Сыртқы жаулар бізде көп болған, көзін сатып тұрған, біздің жерімізге, елімізге, табиғи байлығымызға, бұл уақытта мұндай жер астында байлық деген әңгіме айтылмаған. Ал енді бірен-саран бір енді жезден шыққаны болмаса, 3000 жыл бұрын грек дәуірлерінен келген жорықтардан, сонда біздің жерімізге көз түскен адамдар болғаннан кейін, сондықтан бізді көтеріп беріп, біздің ата-бабаларымыз күрес жүргізген үнемі.
Оның сипаттары ұлт азаттық дейді. Адам баласын еркін қорғау дейді. Сондай өзгерістердің бірі. Бірнеше көтерілістер болған, соны басылып тұрған ол бірақ бір күштермен, сыртқы күштердің әсерінен. Солардың бірі Тастөбе шайқасы деп аталатын тарихтың нұрына өзінің ойып тұлып орын алатын бұл тарихи оқиға болған 1836-38 жылдар шамаларында осы біздің Жаңақала жерінде анау бірнеше құм Бекетай дейді. Бекетай құмының төрінде Жиделі Бекетай құмы әсіресе бұл 22-24 ауылдық кеңестердің жерлері болып есептеледі. Сол жерде бұл кеңес болмайды, старшындық, бір болыстық басқару жүйелері болады жаңа хан заманынан. Сол уақыттағы бір қазақ халқының бір теңдігін сұрап, жерін сұрап, жаңағыдай біздің Исатай Махамбет сынды азамат өзіміздің аталарымыз, бабаларымыз сол жаңағыдай қаннан да, Ресейдің ықпалынан да жаңағыдай азат етіп қалыпты. Нағылғанда да өз жерінде, өзінің тұрағында еркін өмір сүруді аңсаған. Осы Жаңқала жерінде. Бұл сонымен бірнеше танымдық литературалар, әдеби кітаптар бар, жазылған танымдық та бар. Бұл туралы көп семинар кеңестерде өтті. Бірақ оның мән-маңызы осында. Қазақ халықтың басын бастап шығу өте қиын. Қазір де оңай мәселе емес қой. Бірақ ол уақыттарда тым қысымшылық көрген халық амалсыздан жаңағы өз жерін қорғау үшін, өзінің ұлттық кейінгі нелерін, намысын, ар намысын қорғау үшін, қазақ деген елдің намысын қорғау үшін солай төтегіске шыққан. Ол мынада жаңа Қазан деген елді мекен бар. Осыдан 60 шақырым оңтүстік батыста тұр. Содан 70-80 шақырым ауадан, жолдың ережеңі алынбай, ауадан басына жасау жаңа сол 70-80 шақырым, бұлай жолдың ережеңімен есептегенде 102 шақырым жерде Тастөбе деген Тасоба дейді, үлкен бір екі төбе бар. Сәл кішкене мынау жолдан арғы қарай, Атырауға қарай, Астраханьға шығатын жолдың бойында бірнеше елді мекендері бар. Соларға біздің ұлылап, билеп орналасқан елдер болған. Солардың басын көтерген 36-38 жылдар. Енді көтерілістің 37 жылы 15 қарашада болған. Соларда Жаңқаланың жерінде, солардан ханның да ставкасын жою жөнінде, құлату жөнінде шешім қабылдаған, бірақ ол кейін шегерілген, сол уақыт пайдаланған Орал казактарынан сақталған. Үлкен жаңағы патшадан жіберген команда әмір, сол жаңағы осылардың кездескен, сол жерде қаза болған адамдар да көп болған, соңында көтеріліс басылған. Сол жерде, осы жерде, Жаңқала жерінде болғаннан кейін, ол біздің тарихымыз. Тарихты біз өз жерден бастауымыз керек. Мына жерге әкеліп көшіріп те қойып жатыр, бірақ негізі көтерілістің болған жері жаңағы жер Тастөбе. Мен бірнеше рет сонда болып жүрмін. Тастөбе шайқасына қанша рет бардыңыз және барудағы себебіңіз, мақсатыңыз қандай болды? Мен енді Тастөбе шайқасының жеріне бұрыннан білемін. Мен 70-ші жылдан бастап барып жүрген жердерім бар. Өйткені сол шаруашылықта қызмет жасаған адаммын. Аудан территориясына ешқайда кетпей, үздіксіз 46 жұмыс жасадым. Енді сол уақыттың бәрінде де өзімнің туған өлкеме, жеріме 2 миллион шаршы метр жерді құрайтып тұрған бізде километр құрап тұрған жер бар. Жаңқала ауданы тарихи аудан. Сондықтан сол жерде мен бірнеше рет ары қарай асып кеткенде де, Атырау, Астраханьға баратқанда да, соның елді мекендеріне баратқандар да, арғы төрге баратқандар да елдерде тоқтап сол бұрыннан көңіл аударып жүргем. Бұл төңіректе Жуан Ата қасиетті қорымдары тұр, елді мекендері тұр. Ар жағында Қабды Сиық деген адамның да сондай діндар адамдар бәрі осы құмнан шыққан. Сондай историялық 100-200 деген даналар мен данышпандарымыз білмейтін әлі бізде. Әлі бізге оны зерттеу көбіне ауыспай жатыр. Ден қоймай қалды.
осы үздік сол Тастөбеге де барып мен талай өтіп кетіп қайтада кетқанда соғып жүрдім. Көп адам оған бара алмайды. Осыған бірақ мен сол қолымның ұзындығы мүмкіндігім бар уақыттарында елді қалған жайым бар еді. Тастөбе шайқасына арналған ескерткішті Жаңақала ауданына салу кім бұйырды? Бұл енді ескерткіш ар жағынан ол бір ауданда әкімдер басқан, әрине тарих тағылымы деген, рухани жаңғыру деген, одан да бұрын жаңағыдай өз өлкемізге байланысты бірнеше бағдарламалар жоғарыдан біздің қазақ елі болғаннан кейін сол жинақтық жұмыстар жүргізіле бастады. Сол уақытта осы енді бір ол уақытта еліміз бір 2000 жылдар шамасында біз әлсіз болдық. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында 94, 95, 97, 98, 2000 жыл, 2001-ге шейін біздің жағдайымыз ауыр болды. Содан кейін барып біздің осы бір жағдайымыз түзелгеннен кейін осы ескерткіште балаларға ескерткіш қою қажеттігі туды. Ауданның әкімі ол уақытта Мерғалиев Төлеген деген адам жұмыс жасады. Сол содан бастап арғыға қою жөнінде. Анау 100 шақырым жерге апарып қойды. Астрахан жолына қарай, Атырау жолына қарай апарып қойды. Әрине қою оңай болған жоқ, құм ауыр. Нақтылы жаңағыдай бір рет көшіріп, екінші рет көшіріп апарғанда сол апарған жерде сауат. Осы Жаңақазан ауылы округінің әкімі Құлашев Сәкен деген, Сәдуақас деген бір ағаларым қазір істеп жатыр. Көп істеген адам сол көп жігерін жұмсады. Екінші рет барып қойғанда сол төрге. Қазір 102 шақырым жерде тұр, Жаңақазан елді мекені. Енді мынаны сұрағансыңдар ма? Мынау енді біздің Жаңақала ауданына әрине көп адам тарихты іздеп келеді. Қонақтар да көп келеді. Ата мекенін іздеп келеді. Ат айналып азығын табады, жер айналып азығын табады деген сияқты. Осыдан кеткен адамдардың барлығы жан жаққа кеткендер бірінші жаңа Оралға келеді, басқа Қазақстан облысына мысалы, сосын Жаңақалаға келеді. Сосын анда баратындар барады, бара алмайтындар осыдан елін сүйіп, өз топырағын етіп, мұндағы аралас адамдармен қайтадан кері қайтады. Сондықтан бұны есеппен салынған жай бұл. Парктер біз көбірек салына бастады. Мына Қайреденов Лавр деген адам. Сол 2012-де келді, 2017 5 жылдың үстінде қызмет жасады. Сол ағаларың әкім болып тұрған кезде мынаны салдырды. Азырмен ішіне анау кімнің бөрінің несі кішкене келеңкіремейді, бірақ ол неғылғанда да соны салды. Салды ол оңай мәселе емес ол. Осыны салдырып, осыны жаңағыдай соған Сексен деген ердің фамилиясы жазылып тұрған болар. Соған қатынасқан жаңағыдай 500 адам анда қатынасқандары. Сонымен бәрін фамилиясын сыйғыз жазу болмаған болар, жинақтау. Соны салдырған жаңағы адамдар. Сондықтан Жаңақаланың төрінде тұру керек, бұл тарих келген кісілердің бәрін сонда апару керек. Бұл қызмет жасап тұру керек. Жаңағыдай кішкене ден қоймай жатыр әлде, бірақ ден қойылып тұр. Парк қоршалды. Ішіне қажетті терек, жасыл теректердің бәрі егілді. Анау қайта жөндеуден өтті. Бұл енді біздер барып тұруымыз керек, басқа не сөйлесе, тарихты дағытып. Мен оны сол тіпті бір практически, одан қалай еді, тәжірибелік сабақтар болса, соны өткізіп, келген адамдар соған апарып қойсақ, әзірге алдында сақтаймыз. Әлі бір адамдардың сыртқы қақпасынан бастап бір адамды тартатындай сәулет салуымыз керек. Оралдан жатқан адам солға қарай бұрылған мезгілдерде жаңағы мұнай газдар тұр ғой, енді көптеген жан жақта тұрған. Мынау да сондай бір қақпасы, бір дәулетіне сәулет сайыс айту дей ма, сондай бір дәрежеде болу керек, оны түзеу керек. Менің айтатын, мен сол еңбек еткен адамдар жаңағылар, сосын мәдениет бөлімі бар, қандай бір, осы бір көптеген бір тарихшыларымыз бар, қазір пайда болып жатқан. Соларда күштеп жазып жатыр. Ал осыны әзірлеп қозғалсақ, пәрменді қозғалысқа ие бола алмай тұр.
Al kızım olsun meni. Rahmat To'shtag'ay, Amanjonimiz. Rahmat ko'p suhbatingizga. Sakimiz Yolg'ag'ay, so'zni taqsim etsangiz. Men Baturjon'un Xayriddinov bilan başladım. Negizde Arbol'da çok iyi. Arbol'da Turumcan bana o bir Baturcan'ımız. Zeynep'lerimiz. Yani kezinde olsa asil Ağustos'ta kollarında 11 yaşından 17 yaşlarında altını Audanın birinci başçısı Bozul'un. Sol bölümde rapporumuz gerekiyorlar. Жалпы bu yıl енді мынау жайықтың оң жағына ішкі бөкей ордасына көшкенімізге 225 жыл толады. Жайықтың бұхар бетіне сабар бұл елінде негізгі біздің өңірде мерейлі даталар көп. Қан ордасының іргесінің қаланғанына 200 жыл. Бірінші мектептің, жаңағы мектебінің ашылғанына 85 жыл. Осындай мерекелі жыл. Біздің өңірге осы өңірлердің ішінде 5 қисынның бірі сол уақыттағы Қамыстамар қисыны қазіргі жағалауда ауданы. Бұл деңгейде бұл тарихтың қатынасы бар. Сондықтан мерекелі жыл кездесіп отырмыз. Тастөбе шайқасына арналған ескерткіш не себепті жаңа қалаға орналасты? Енді 225 жыл бұл бөліктің тарихында неше түрлі тарихи оқиғалар өтті. Соның ішіндегі ірі тарихи оқиғалар, елдің есінде қалған оқиғалардың бірі бұл енді Исатай Қайманов деп Махамбет Өтемісовтің патшалық Россияға қарсы сол уақыттағы осы жерде Қаны Жәнібекке қарсы көтерілісі. Енді бұл 1836-37 жылы болған оқиға. Қалай басталды, немен аяқталды, мұны айтатын болса, ұзақ әңгіме. Сол шаруалардың көтерілісі туралы Каспийдің жағасынан басталып, сол жердегі жаңағы Безбаров, Юсупов деген, сосын Қамалов Қожа, Бабажанов дегендер бар. Осы жердегі солармен келісе алмай, солардың істеген әрекеттеріне қарсы шыққан адамдар болды. Елде қарсы болып солардың басын біріктіріп, дәрігердің саясатын кішкене халықшы жиілету үшін, оның салықтарын азайту үшін басталды деп есептейміз. Сол көтерілісте үлкен қолмен хан ордасына қоршап тұрып, 10 күн күтіп, ханның жауабын шаппай, содан Жәнібек казактардың отрядын шақыртып, патшаның отрядына өзіне жақ адамдардың сарбаздары бар. Солар соғысып, содан осы тарихи деректер бойынша ордадан олар бері қарап, жайыққа қарап қозғалғанда, сол жерде барып шайқасы болып деген әңгімелерді айтады. Бірақ оның нақты тарихи деректер жоқ, мынау кітаптарда жазылды. Ал енді Тастөбе шайқасы елдің есінде сол Махамбет ақынның өлеңдеріне, сосын енді сол жерде болған адамдардың естеліктеріне белгілі. Сосын енді сол шайқасқа қатысқан полковник Геккенің мынау өздерінің басшылығына, губернаторға, мынау казактарға жазған месседелері бар. Солар арқылы оның толық картинасы қазір белгілі. Бұл жөнінде үлкен зерттеу жұмыстары өтті. Соның ішінде бірінші болып басталған жалпы Исатай Махамбет жөнінде жазылған мынау Бельман Шуриков
содан кейін Халел Досмағамбетов өткен ғасырда жазған деректерден кейін бері келе жаңағы өлкетанушылар Зұлқожа Шарафиддинов сияқты солардың кітаптарында жақсы жазған. Мен енді өзім осы бүкілдіктің тарихымен нақты айналысқан кісі болған жерде бұл тарихтың бұл шайқастың болғанын білемін. Сол 2012 жылы сол шайқасқа 175 жыл толды. Енді бұл жерде талас пікірі бар. Мынау Тастөбе шайқасы Ордасы территориясында болып деген оның бәріне қате әңгіме. Себебі Бекетай ғылымы, соның ішінде Тастөбе, таза Жағарал ауданының территориясында жүрген үлкен шайқасы болады. Махамбет бұл жөнінде жақсы жазған. Осы жерде жеңіліске ұшырайды. Артынан Деккеннің отряды, пушкілері бар, винтовкілері бар. Біздің батырларымыздың қолында найза, қылыш, садақ сол төбенің басында жиналып, отрядпен шайқасады. Жеңіліске ұшырап, сосын бәрі жан-жаққа қашады. Осы жерде көптеген адамдар ұсталып, Сібірге айдалады. Олардың толық тізімі жасалған ескерткіштер, архивтер алған руымен өздеріңіз білесіздер. Енді сол 175 жылдары болғанда осы ескерткіштер орнату жөнінде жоспарлаған. Оралдағы мынау тарихи ескерткіштердің қорғау жөнінде инспекция бар. Соның сол кездегі бастығы менің жерлесім досым Мамаев Нарымбек Рақышұлы деген азамат болды. Сол азаматпен келісіп, ескерткіштерімді сызып, қолымыздағы бар қаржыға қарапайымдау бір ескерткіш жолдың бойында орнаттық, өзіңіз білесіз. Сосын енді оның идеялары көп болды. Бірақ та сол үстіне біреулер жаңағы қыранды қою дұрыс деді, біреулер басқа да емблема қою керек деп. Сол жерде біздер ойланып енді Махамбеттің өлеңдерінде қасқыр жөнінде көп айтылады. Қаламессің қасқырсын деген бар, ол Махамбеттің өлеңі деген әңгімелер шығып жатыр. Біз ағында жүрген гектарлар өлеңі дегені бар. Сол және халықтың тағдырының символы, тайсандықтың символы қасқыр болатын жерде үстіне қасқырды қойды. Және мынау қасқырдың бетін Орал қазақтары келетін жақ деп жаңағы жайыққа қаратып қойды. Ол енді көп адамдар үшін үлкен жаңалық болды, әрине. Менің таңғалғаным осы елге келгенде сол Тастөбенің осы елдің территориясында Тастөбе деген қасиетті жер бар екенін, ол жерде үлкен шайқас болғанын бұл кісі білген екен. және бұл жер қамыс самар қисыны болғанын көп кісілер білмейді екен. Сосын сол тарихты насихаттау үшін қамыс самар елінде осы жерге айдардағы алтын кішкене өзгерістер жайлап екен жұрттың бәрі де біледі ғой. Сосын Тастөбе енді үлкен мәселе. Басқа жерлерде көп боламыз. Тастөбенің мағынасында да шамалы жерлер бар, шамалы тарихта жоқ оқиғалар бар. Соны раздулат етіп, үлкен тарих жасап, жоғары қатысқан кісілердің атына беріп, сол айтып жатады. Соның ішінде біздің оңтүстік Қазақстан облыстарында сондай мәселелер бар. Ал біздің керемет батырларымызды ескермейміз. Соны ескерсін деп, сол 15 қараша жылда сол батырларды еске алу жылы болсын деп шараларды өткіздік, дәстүрге айналсын деп. Сол енді кейбірді атқарылмай жатыр. Сіздер бұл жастар соған қызығушылық білдіргеніңізге көп ризашылығымызды білдіреміз. Ана ескерткішке Балмолла мұнайдардың
сөзін жаздым енді. Шынында сол 4 жыл шумақпен бұл оқиғаның мәнін мағынасын түсіндіріп кетеді. Сосын бұл жерде үлкен талас болды. Жаңағы қатысқан адамдардың ұруын жазу. Біздер енді бұл қазақта ата өзгерген сайын фамилиясы да өзгере береді ғой. Сондықтан ұруын жазған дұрыс деп шештік. Шынында соңынан қарасақ, келген кісілер өзінің ұруын іздейді. Енді шама уақыт өтіп кетті ғой енді. Осылардың арасында өздерінің аталары олар соларды іздейді. Сосын 2-ші жыл екен, анау Тастөбенің басына қойылған тастың копиясын қасына қойдық. Енді бұл сонау Тастөбеге, Бекетайға кісілер бара алмайды ғой, осы жерде көрсе дейді. Соны жасадық. Негізде жалпы соғыстың болған жерін көп адамдар білмейді. Соны елден сұрап, шамамен бұрын Астанғали Қойсұлы деген ағамыз бір жерде көрсеткен екен. Ол енді сол Тастөбенің шайқасына жетпей өзіне айтты, шаршағасы жерде осы жерде көрсетіп кетіп едім деп. Содан осы салып тұруда жатқан бір Чумлерес деген ағамыз тауып алып, содан сұрап, мынау атыраулықтарға хабар жіберіп, сол шамамен орнын өзгертіп, сол ана жерде белгі қойдық қой. Бұрынғы белгісін көшірдік, айналасын қоршадық деген сияқты. Бұрынғы белгісінен жүйелеріп кішкене бесайып тұр екен. Бұл шаруа жұмыстар сол жерде мынау жаңағы Қазан ауылының әкімі бар, соның жігіттері бар, атқарды. Болашақта енді бұл жер бір тарихи жер болып қалу керек. Содан алыс емес жерде Құрманғазы дүниеге келген Жидел деген жері бар. Енді кешегі полигонға дейін барлық жерде қалып тұрғанды. Енді осы тарихи оқиғалармен қатырасы жерде осы шаруалар қызым жасалу керек. Енді жаңағының ортасында бұл ескерткіш тұр. Бірдеңе білгісі келген кісі кітапханаға барып, мектепке барып білуіне болады ғой. Осы қысқаша тарихы осы. Тастөбе шайқасына қанша рет бардыңыз және барудағы себебіңіз, мақсатыңыз қандай болды? Енді бұл бірінші мақсатымыз сол жерге барып Құран бағыштап, сол оқиғаның болған жерін көргіміз келді ғой. Сосын екінші мақсатымыз жаңағы ескерткішіміз нақты сол соғыс болған жерде, шайқас болған жерде тұрған жоқ. Астанғали ағамыз айтқан жерде соны барып, нақты соғыс болған жерде қарап алып. Енді бұл жерде шыны керек, біздер бір жиреннің сынықтарын, найзаның сынықтарын, тағы да басқа ондай ештеңе таба алмадық. Бәрі шамамен болды. Сосын Атырау жағындағы тұрған малшылар айтты, осы шама себебі біздер бала кезімізде үлкен кісілер айтатын еді, осы бағытқа мал жайлаңдар, бұл жерде адамдардың қаны төгілген жер, мал аяғымен баспасын деген әңгімелерді айтатын еді, солар есімізде қалды осы бағыт деген әңгімелер айтылды. Нақты енді бұл жерде мына жер деп жаңағы айтатындай ешкім болмады. Бәрі гипотеза. Бірінен бірі естіген, енді қазір 200 жылға жақын уақыт өтті ғой. 37-ші жылы болатын, 27-ші жылы сонда 90 жыл болады деген сөз келесі жылы. 90 жылда 8 поколение өтті. Ең біздің кемшілігіміз соның бәрін жазып, қағазға түсіріп, осындай мәселелермен айналыспай тұрмыз ғой. Үлгеранушыларымыз да жұмыс жасамай тұр. Оның советтік кеңестік уақыттағы идеологияға жатпады ма, енді анау шаруалардың көтерілісін қолдағанмен, жаңа патша үкіметінің әскерінен сол жерде жеңіліп қалған саясатқа үйлеспеді ме, небәрі қалай болғанда елдің жатынан кетіріп тұр ғой. Сосын екінші қиын жағдай бұл жердегі елдің басқа облыстарға, полигонға байланысты көшіп жіберді ғой.
әзірге бұл жер полигонның жері. Әрбір Россия Федерациясы олардың 520 мың гектар жерін пайдаланып отыр. Сондай сынақтар өткізіп жатыр. Біздің облыста 2 ауданда 1,5 миллион гектар жер полигонға берілген, миллионның тұрғындарында 500-і осы жағында. Оның да бір себебі болған болар. Небәрі осындай қиындықтар бар еді. Бірақ та осы жерде соғыс болғаны анық, үлкен тарихи уақиға болғаны анық. Сол жерде біздің аталарымыз мықтап ерлік көрсеткенде анық еді. Рахмет Лавра ағай, сұхбатыңызға аман жүріңіз. Рахмет сіздерге.